19 наурыз сайлау күні. Сайлаушылардың тізімдерін жасау сайлау процесінің маңызды элементі. Өйткені азаматтар осы тізім бойынша сайлауда өздерінің конституциялық дауыс беру құқығын жүзеге асырады. Сайлаушылардың тізімдерін орталық сайлау комиссиясы жасайды. Биылғы 1 қаңтар және былтырғы 1 шілдедегі жағдай бойынша орталық сайлау комиссиясы сайлаушылардың тізімін жасайды. Оған белсенді сайлау құқығы бар азаматтар тұрақты тіркелген жері бойынша қосылады. Әрбір сайлау науқанында азаматтардың тұрақты тіркелген жері және дауыс бергісі келетін учаскелеріне өтінім беру мүмкіндігі ескеріле отырып, сайлаушылардың тізімі жеке түзіледі, деді орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Константин Петров. Оның атап өтуінше, орталық сайлау комиссиясы 2023 жылғы 1 қаңтардағы мәліметке сәйкес сайлаушылардың тізімін жинақтады. Оған алдында бұл ретте 2023 жылы 19 наурызда мәжіліспен қатар мәслихат депутаттарын да кезектен тыс сайлау ұсынылды. Орталық сайлау комиссиясы қаулы жобасын қабылдады. Атап айтқанда, орталық сайлау комиссиясы тиісті дайындық жұмыстарын бастап кетті. Сайлаушылардың тізімін жасау және басқа да іс-шаралар атқарылады. Осы орайда Қазақпарат агенттігі алдағы сайлауға қатысты негізгі деректерді көпшілік назарына ұсынады. Ақпарат ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар.